дегенде тозығы қайсы нақты бір мысалмен айтып кете аласыз ба? Біз қазір мақтанамыз ғой, мысалы. Қазақстан 100% сауатты ел деп мақтанамыз. Шынымен де біздің қазіргі қазақтың білімі қоғамға пайда келіп жатыр ма? Адамдар бар, 5 дипломы бар. Жоқ, сауаттылық пен білімді болудың ара жігі бар ғой. Енді қараңыз. Не пайда деймін де, мысалы. Енді қараңыздар, сонда біз қазіргі кезде Әлихан Бөкейхан айтады, Алаштың ардақтысы. Жұрттың бәрі ойлайды дейді қазір, Мұрат білімнен шығады деп. Мұрат білімнен шықпайды дейді, сөзсіз бе? Сіз ойлаңыз, қазір біз білімді біз ең ұшар басымызға таққып көтеріп отырмыз ғой. Білім деп жатырмыз, Әлихан сол білімнің майын ішкен. Өзі өте заманның білімдары Әлиханның сөзі бұл. Неге бұл айтып отыр? Мұрат білімнен шықпайды дейді. Өйткені ібліс дейді. Жұмақтан білімсіздігінен қуылған жоқ дейді. Елге қызмет ету. Ұлтты сүю. Ол білімнен емес, мінезден дейді. Яғни қазір кездегі біз қазір кімдерді дайындап жатырмыз? Біз интеллектуальный монстрлар дайындап жатырмыз. Білімді бірақ мінез жоқ дегіңіз келіп тұр ма? Былай мен сізге айтайын. Өзі білім екі түрлі болады. Хадис бар сондай, сауақсан. Білім екі түрлі болады дейді. Біреу бастағы білім дейді. Ол көпшілікке арналған дейді. Ғавамға арналған. Ол пайдасыз білім дейді. Бір білім бар, ол жүректегі білім дейді. Ол пайдалы білім дейді. Сондан қазіргі кездегі біздің негізгі бүкіл мектептеріміз тек қана бастағы білімді алуды үйретіп жатыр, сөзсіз бе? Ал ол жүрекке түспесе, ол пайда бермейді ол білім. Міне сондан Абай айтады ғой, ақылмен ойлап білген сөз бойыңа жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар. Жатқалар не пайда дейді? Құрғалар дейді. Біздің қазіргі кездегі көп нәрседен құрғалып жатқан себебіміз біз пайдасыз білімнің соңына түсіп кеттік. Сондықтан 5 дипломы бар адамдар жүрегіне сіңбегеннен кейін, ал пайдалы білім деген не? Жүрегінен өткізбегеннен кейін. Білім жүрегіне сіңген кезде адам өзгереді екен ғой. Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, ғылымның бірінші пайдасы адамның мінезін өзгертуі дейді. Ал тоқыған өзінің дейді, білімін өзгертпеген адамнан дейді, жақсылық күту дейді. Ол бос әурешілік дейді. Міне сондықтан қазақта екі түрі бар білімнің. Бірі оқыған дейді. Оқыған ол бастағы білім, екінші тоқыған дейді, жүрекке түскен білім. Сонда қазақ айтты, сен оқысаң, мен тоқығанмын дейді. Оқығаннан тоқыған жақсы дейді. Сонда Абдурахман Сағди айтады ғой, көп оқыған адамсың дейді. Үлгі тұтар ісің жоқ. Кітап артқан бір есек, түк білмейтін надансың дейді. Біз қазір кімдер дайындап жатырмыз? Кітап артқан есектерді дайындап жатырмыз. Неге? Өйткені шын мәніндегі бұл білімді мен ютубтан да қарап алам, гуглдан да қарап алам, кез келген жерден қарап алам мен. Ал бірақ адалдық, махаббат, мейірім, ол ешқандай кітаптар жоқ. Ешқандай кітаптан оны аламайсың. Оны егер сен бала кезінен соны арқылы жүрегіне сіңірмесең баланың, оны Абай неге зар жылады? Яғни халал мен харамды айырып үйрететін білім бар. Адамгершілікті үйрететін. Оны біздің қазақшылықта оны шариғат дейді. Абай неге зар жылады? Өйткені Орыс империясы қазақтың осы халал мен харамды, обал мен сауапты, пайдалы мен пайдасты айыратын білімнен айырды ғой, шариғаттан айырды. Сонда Абай айтады ғой, интернатта оқып жүр талай қазақ баласы, жасөспірім көкөрім бейне қолдың саласы, балам закон біл деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ бірінің шариғатқа шаласы дейді. Міне сондықтан біздегі қатыгез, қайырымсыз, бас пайдасын ойлайтын, Абай айтады ғой, өзі үшін оқитын балалар көп біздегі.